Баршаға сәлем достар, сіздермен Сұлтан Фильмс. Достар, менің арнамда 90% адам жазылмай қарайды екен. Үлкен өтініш, арнаға жазылып кетейік. Сіздер қолдасаңыздар, келесі бөлімді барынша ертерек салуға тырысамын. Ал ендеше, шолуды бастайын. 5-ші бөлімде Уэнсдей әкесінің қылмыстық папкасын ұстап, сол күні не болғанын ойлап тұрады. Одан соң бізді 1990 жылғы мектеп балына ауыстырады. Қазіргі мектеп директоры жас кезінде балдан келе жатыр. Шериф келіп аяқтарды жинап, мәйітті алып кетеді. Ал болашақ директор көргенін айтып, екі жігіттің төбелесіне Уэнсдейдің анасын кінәлайды. Адамсты алып кетіп бара жатқанда, бізді қайтадан қазіргі уақытқа қайтарады. Адамстар әулеті мектептегі ата-аналар күніне келген екен. Келе сала мектепте өткізген шақтарын еске алады. Ал оларды сыртынан Уэнсдей бақылап тұр. Демалыс күндері басталмас бұрын, мектеп директоры сөз сөйлеп барлығын қарсы алады және Юджинмен болған оқиғаны айтып, жігітте барлығы жақсы екенін алға тартты. Идет на поправку? Точнее, в коме. Энит қыздан Юджинді көруге бардың ба? Ол сенің досың еді ғой деп сұрайды. Уэнсдей болса Юджиннің халіне өзін кінәлайды, ал Энит оған кінәлі сен емес дейді. Әңгіме соңында қыздар өз отбасыларының жаман жақтарымен бөлісіп, бұл демалыс күндерінің тез аяқталғанын тілейді. Адамстар өз қызын құшақ жая күтіп алып, қандай қызықтар болғанын сұрайды. Ал Уэнсдей болса, қол арқылы барлығын біліп отыр емессіңдер ме деп жауап береді. У него еще все пальцы на месте. Расслабься. Я не сломала ему ни одного. Пока что. Кейін мектепке келгелі бірі басына өткізген шытырман оқиғаларын айтып береді. Энитті де өзінің қасқыр әулеті қарсы алады. Бірақ Энит пен анасының ара қатынасы анау айтқандай жақсы емес еді. Бұл кезде барлығын жоғарыдан Ксавьер мен Бьянка бақылап тұр. Жігіт бал күні болған оқиға үшін қыздан кешірім сұрады. Олар бір-бірінің ата-анасы келмейтінін айтып жатқанда, Бьянканың анасы пайда болды. Неге жыладың? Барлық жақсы болған ғой. Барлығын жақсы болғанын қалайсың ба? Мамаң қандай адам, айта қойшы? Жақсы. Бір күні тамаға береді. Болды жан. Азанда тұрғанда көкірегім көтеремін деп бәрі жақсы болады. Алланың қалауымен деп. Бірақ балаларым түріне қараймын да. Болмайтын сияқты. Ештеңелеріне жеткізе алмаймын ғой деп. Қалай күн көреміз деп. Бес баламен өстіп далада қалам деген ұйықтасам түсіме көрмеген. Бес баланың әкесі қайда? Келісім бойынша екеуміз екі жаққа кеттік қой. Бес баламен алмайды бәсек. Квартираға. Қазір уақытша тұрып жатсыз, е? Уақытша. Элементарно бір қыстық курткаларын да беріп қуанта алмаймын. Солда жүрегім батады. Ағайын, сізден бір 500 теңге 1000 теңге шығын шығар. Бірақ соның арқасында бұл кісілер баспаналы болады. Өмір бақи, мына 5 бала сіздерге алғысын айтып өтеді ғой. Директордың бөлмесінде Уэнсдейдің анасы мен директор мектеп кездерін бір-біріне сөзбен тиісіп еске алады. Ал әңгіменің соңында директор Уэнсдейдің тәртібі нашар екенін айтады. Осы сәтте қыз құбыжықтан бастап Юджинге дейін болған оқиғаларды айтып салады. Ал Адамстар отағасы қызының тілі ащы болса да, оған өз ойын айтуды үйреткендерін айтады. Директор қызың терапияда толық ашылмай жатқанын алдыға тартады. Сондықтан дәрігермен келісіп, демалыс күндері отбасылық қабылдауға жазып қойғанын айтады. Анасы түбегейлі қарсы болғанымен, әкесі қызы үшін барлығына дайын екенін айтып келіседі. Шериф адамдарына үңгірді зерттеп, барлық айғақтарды жинауды бұйырды. Осы сәтте ол Адамстар әулетін көріп, бостандықта жүрген қылмыскер деп жиіркене қарайды. Ал Тайлер болса олардың болмағанда Уэнсдейді жақсы көреді. Онымен бірге сеансқа келіпті деп айтады. Осы кезде шерифке қоңырау шалынып, шұғыл жұмысқа кетеді. Адамстар әулетіне сеанс кезінде өте қызықсыз болды. Бірақ Уэнсдей барлық шындықты айтар кез келді деп сөз бастайды. Әкесіне Гаррет Кейс деген кім және неге оның өліміне сені айыптады деп сұрайды. Анасы күйеуінің ешкімді өлтірмегенін айтып, кінәсіз дейді. Қыз барлығын білгісі келетін ниетін айтады. Бірақ анасы қарсы болады. Анасынан осы жауапты күткен Уэнсдей жауапты өзім табамын деп шығып кетеді. Далаға шыққанда ұрыс әрмен қарай жалғасып, анасы мен қызы екі бөлек кетті. Бьянканың анасы қызын белгісіз бір сектаға алып кетпек ниетін көрсетеді. Қыз қарсы болғанда оған қоқанлық жасайды. Бұл уақытта Уэнсдей Юджиннен хабар алуға келді және барлығы жігітті сағынып жатқанын айтады. Қол болса оны осы кезге дейін күзетумен болған.
Қыз кетпей тұрып, Юджиннің анасы келіп қызға рахмет айтады. Оның нағыз құрбысы пайда болғанын Юджин үнемі мақтана айтып жүретін еді дейді. Шериф мәйітханаға келіп жеткенде, кеше ғана зейнетке шығып жатқанда қуанып жүрген қарт дәрігердің өз-өзіне қастандық жасағанын естиді. Бейнежазба көздерінде мәлімет жоқ, себебі біреу камера бетіне қара сағыз жапсырып кеткен екен. Ал дәрігер болса өлім алдында бір қылмысты жасырғаны үшін өз-өзіне қол жұмсағанын жазыпты. Ол Гаррет Гейстің папкасын жасырған екен. Бұл жаңалық шерифті қуантады, себебі бұл сәтті ол 20 жылдай күтті. Ескерткіш жанында тұрған Уэнсдей анасының молаға беттегенін байқайды. Қыз ізінен барып, анасының Гаррет Гейстке барғанын көреді. Түскі ас уақыты да келді. Барлық отбасылар өз тағамдарын жеп жатты. Уэнсдейдің әкесі шындықты айту керек деп шешсе, анасы оны үнін шығармауға көндіреді. Түскі ас кезінде Иниттің анасы да қызының қасқырға әлі айналмағанын естіп, көңіл күйе түсіп қызын жер қылады. Осы кезде шериф келіп, Гомес Адамсты тұтқындайды. Уэнсдей қолмен бірге әкесіне келді. Осында әкесі барлық шындықты айтып береді. Сөйтсе Гаррет Уэнсдейдің анасын құлай сүйген екен. Уақыт өте ол қызға тәуелді болып, ізінен түскен. Полицияға хабарлама берген күннің өзінде де барлығы бекер болған, себебі Гейстер қаладағы ауқатты отбасыларының бірі еді. Гарреттің әкесі ала сатылғандарды жек көрген, ал солардың бірі ұлына кері жауап бергенде тіптен ызаланған көрінеді. Ал мектеп балы сәтінде барлығы шарықтау шегіне жетіпті. Сол түні жұп серуенге шыққан. Әбден көз көрмей қалған Гаррет мектепке басып кірген екен. Осылайша Гомес пен Гарреттің арасында шайқас басталып кетті. Гарретті қызғаныш сезімі басқарғандықтан оны тоқтату мүмкін емес еді. Бірақ Гомес жерде жатқан семсерді көріп, өзін-өзі қорғау мақсатында байқаусызда оны Гарретке сұғып алыпты. Бұл жазатайым оқиға еді. Уэнсдей әкесі шындықты айтып жатқанына толығымен сене қоймаса да, шындықты айтқаны үшін әкесіне рахмет айтады. Уэнсдей шерифке келіп, әкесі Гаррет Гейсті өлтірмегенін айтады. Ал шериф болса барлық дәлелдер дайын. Енді оларды жергілікті билікке беру ғана қалды дейді. Уэнсдей болып жатқан оқиғалар жайлы өз теориясын айтады. Оның әкесі келген демалыс күндері мәйітхана дәрігері өзін кінәлі сезініп атып тастады ма? Бұл расымен сәйкестік пе деп сұрайды. Ал шериф болса мәйітхана камерасын біреу қара сағызбен жауып кетті. Сондықтан ештеңе көрінбейді дейді. Осы уақытта Гейстердің отбасында барлығы бақи болғанын естиміз. Келесі кадрда Инит отбасымен бірге отырғанда анасы оған сыйлық береді. Қыз қуана сыйлықты ашқанда, ішінде қасқырға айналуға көмектесетін жазғы лагерге жолдама екен. Мұны көрген Инит ренжіп кетіп қалады. Ал Уэнсдей өзен жағасында отырған інісіне қармақ алып барады. Қармақ дегенде граната ғой, короче. Балақай қуанып, біреуін алып суға лақтырады. Ол жарылып, балықтар су бетіне қалғып шықты. Інісі әпкесіне қолдау көрсетіп, шынайы кісі өлтірушіні тек ол таба алатынын айтады. Сосын Уэнсдей анасына бет алады. Анасы қызының Белладоннаға жылдам кіргеніне таңғалады. Ал қызы болса бұл қызық емес деп, топқа кіруден бас тартқанын айтты. Сөйтсе қазір топ нашарлап кеткен екен. Бұрын бұл топ қиын қыстауда басқаларға көмек қолын созатын ұйым болған. Бұл топты Уэнсдейдің әкесінің Мексикадан келген ата-бабасы құрғанын білеміз. Ал Уэнсдей болса оны көргенін айтып, Гуди деп атын атайды. Анасы қызының неге келгенін түсініп, сұрағын қоюды сұрады. Уэнсдей әкесінің Гаррет Гейсті өлтіргені шындық па деп сұрайды. Сол түні қыздың анасы жоғарыға көтерілгенде, әкесі өз өмірі үшін күресіп жатыпты. Бұл көрініске қарап тұра алмаған анасы семсерді алып Гарретті жарылаған. Ол сол сәтте Гарреттің суық көзқарасын мәңгілікке есінде сақтап қалғанын айтады. Ал Гомес суыққандылықпен қыздың қолындағы семсерді алып кінәні өз мойнына алыпты. Уэнсдей Гарреттің аузынан пена ағып, адамдарша көзқарасы жоғалды ма деп сұрайды. Анасы болса толықтырып айтып берді. Қыз онда бұл жерде біреудің араласқаны анық деп болжайды. Олар моланы қазып, табыт ташып көргенде полиция қызметкері келіп оларды ұстап алады. Түрмеге келе сала ерлі зайыпты аймаласа кетеді. Ал Уэнсдей болса моладан алған сувенирін көрсетіп, Гарреттің Белладоннадан уланып қайтыс болғанын айтады. Яғни оның анасы семсермен жарыламай тұрып қайтыс болған. Ол саусақты қайтып алып жатқанда Уэнсдейге көру қабілеті келеді. Ол 1990 жылға оралды. Гаррет Гоместі өлтіруді қаламаған екен. Ол әкесінің арқасында мектептегі барлық оқушыларды қырып тастамақ болыпты. Бірақ Белладонна тұрған шөлмек жарылып, ол жігіттің өзіне әсер еткен екен. Қызы мен анасы бұл жерден шыққан соң мерді келіп қыспақ қалады. Себебі ол Гарреттің Белладоннадан өлгенін біле тұра, істі жылы жауып қойған екен. Өйткені қазіргі мер сол шақта шериф болатын. Мер барлығын Уэнсдей көргенін етіп айтып береді. Және қылмысты жабу себебі мектеп пен биліктің және Гейстердің абыройын сақтап қалғаны жайлы айтады. Ал Гарреттің әкесі мектеп салынған жер оның ата-бабасының жері деп есептейді екен. Мер қиын жағдайда қалғанын ұғып, не керектігін сұрайды. Уэнсдей болса әкесін босатуды сұрайды. Ал анасы қызынан көру қабілеті жайлы сұрады. Уэнсдей бірнеше ай бұрын мектепке келмей тұрып басталғанын айтты. Анасы қандай жағдай болса да, оны қолдап қасында боламын дейді. Уэнсдей көзге көру қабілетін айтып береді. Анасы бұл қасиет адамның өзіне қарайтынын айтады. Анасының мінезіне қарай, ол тек жағымды заттар көреді екен. Сондықтан ол кептер, ал Уэнсдей болса қарға.
Оның артықшылығы қыздың көру қабілеті анық әрі ашық түрде екен, бірақ дайындықсыз есінен ауысып кетуі ғажап емес еді. Анасы бұл жағдайда көмектесе алмайтынын айтады, себебі ол қасиетті тірілер үйрете алмайды, ал ата-бабалары оған көмек қолын созатынын айтты. Уэнсдей Гудидің көмектесіп келгенін айтады, ал анасы болса одан сақтануды ескертті, себебі ол өте мықты мыстан. Шериф Гомес Адамсты босатып, одан кешірім сұрайды. Екеуі балалар жайлы әңгіме қозғады, себебі екеуінің жақындасқаны анық белгілі еді. Мне жаль любого парня, попавшего под чары ее взгляда гадюки. Осылайша Гомес пен Шериф қол алысып тарайды. Инеттің анасы әлі де қызын лагерге жібере алмай жүр, бірақ та қыз одан түбегейлі бас тартып, оны осылай қабылдауын өтінеді. Қыз анасы қалағанда емес, өзі қалағанда қасқырға айналатынын айтады, ал әкесі болса оны мақтан ететінін айтып, маңдайынан сүйеді. Бұл уақытта Бьянка да анасымен сөйлесіп тұрған еді. Ол анасына жыл соңына дейін күте тұруын өтініп, сонда ғана көмектесетінін айтады. Осылайша демалыс күндері аяқталып, ата-аналар үйіне қайтты. Уэнсдей әкесіне сен кісі өлтіруші болуға әлсізсің дейді. Тіл ащы болса да әкесі қызын жақсы көреді. Анасы болса мектеп альбомын қарап отырып, өзінің осы мектеп кездерін еске алыпты. Бірақ ол менің жолым еді, ал сенің жолың енді басталды дейді. Көмек керек болса сиқырлы шаммен қоңырау шал деп, қыз мен анасы жылы лебізбен қоштасады. Ал альбомды Уэнсдей көріп жатып, бір оғаш дүниені байқайды. Уэнсдей директордың бөлмесіне келіп, Роуэннің өлімі рас екенін айтады. Директор Уэнсдейдің анасымен таланттар шоуына қатысқанда, актрисаға пародия жасамай, сол актрисаға айналған екен. Уэнсдей шерифке айтпақ ниетін білдіргенде, директор мұны Роуэннің әкесі де білетінін айтады. Тіпті әкесінің өзі билікті араластырғысы келмепті, себебі Роуэн соңғы кездері қабілетін басқара алмай, есінен алжып бара жатқан екен. Осы әңгіме сәтінде далада шу басталып, олар шығып қараса аспаннан от жауады деген жазу жанып тұр екен. Осымен 5-ші серияның соңы. Достар, егер шоу ұнаған болса, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпайық. Келесі кездескенше.